жамбас және тізе буындарын ауыстыру өте сәтті процедура болып табылады. Соңғы 10 жыл ішінде осы салада көптеген жетістіктерге қол жеткізілді. Әсіресе бұл операцияларды дәлірек және өте бақылаулы түрде орындау үшін роботтық көмек қолдану ерекше назар аударады. Бұл бізге роботтық операциялар жасағанда науқастарымыздың көпшілігінде өте жақсы туралауға қол жеткізуге көмектесті. Біз мұны 3 жылдан астам уақыт бойы жасап келеміз, және нәтижелері өте жақсы. Ченнайдағы Аполло ауруханасында біз 500-ге жуық роботтық буын ауыстыру операциясын жасадық. Соның арқасында операцияның соңында науқастарымыздың өте жақсы туралауға ие болғанын көреміз. Нәтижесінде ауруханада болу уақыты қысқарады. Операциядан кейінгі ауырсыну азаяды. Және буындарының ұзақ қызмет етуін күтеміз, себебі туралау өте жақсы. Айта кету керек, жамбас және тізе мәселелері бар барлық науқастарға операция қажет емес. Тізе буынның ауыр остеоартриті бар науқастарға олар 10-15 минуттан артық жүре алмаған кезде, немесе күнделікті ауырсыну сезініп, ауырсынуды басатын дәрілерді қажет еткенде, әдетте тізе ауыстыру қажет. Сол кезеңге жеткенде операция қарастырылады. Бұл кезеңге дейін оны белсенділікті өзгерту, салмақты азайту, дәрі-дәрмектер және физиотерапия, соның ішінде күшейту жаттығулары арқылы жақсы басқаруға болады. Бірақ ол ауыр және күнделікті өмір салтыңызды шектейтін деңгейге жеткенде, қазіргі технологиялармен тізе немесе жамбас ауыстыру тамаша нәтижелер береді.